Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін мен сіздермен осындай табада пісетін медовый торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге дайындаңыздар. Өте жеңіл торт, тез дайындалады. Және бұл духовканы қажет етпейді. Духовкасыз табада пісетін торт. Ол үшін ерітілген сары майды табаға саламыз. Аздап шекер қосамыз. Содан кейін мед қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап май ерігенше, шекер ерігенше осылай жақсылап араластырамыз. Бұлғап тұрамыз барлығын. Жай отта. Міндетті түрде жай отта барлығын араластырып тұрамыз. Ерігенше. Содан кейін ас содасын қосамыз. Сосын барлығын тағы жақсылап араластырамыз. Осылай қызарғанша араластырып тұрамыз. Содан кейін қызарғаннан кейін ыдысқа салып суытып қоямыз. Суығанша біздер крем жасаймыз тортқа. Ол үшін сары май ерітілген және сгущенка. Миксермен араластырамыз. Крем жасаймыз. Бұл тортқа арналған крем. Кремді әркім әрқалай жасайды. Енді сахарный пудрымен сливкені араластырып крем жасауға болады. Әркім әрқалай енді. Маған ыңғайлысы осы қолда бар, үйде бар зат май мен сгущенка. Енді біздің неміз суыған соң жұмыртқа қосамыз. Мен 2 жұмыртқа қосам. 3-4 жұмыртқа да қосуға болады. Торт биік шығу үшін 4-5 жұмыртқа қосуға болады. Онда тортымыз биік шығады. Бірақ маған 2 жұмыртқа жетеді. 2 жұмыртқаны қосып араластырамыз. Содан кейін ұн қосып, осындай міне масса жасаймыз. Қатты сұйық емес. Содан кейін табаны қыздырып, табаға құямыз. Табаға құйып, осылай равномерно барлығын құймақ сияқты пісіріп аламыз. Жай отта пісіреміз. Бірінші бетін 5 минуттай пісіреміз. Міне бірінші бетін 5 минут пісіреміз.
бетін жауып пісіруге де болады. Беті ашық тұрса да болады. Енді 5 минут өткеннен кейін кішкене қарайсыз. Қызарған болса, қызарса аударып екінші жағын пісіреміз. Екінші жағын бір 20 секундтай бір пісіреміз. Аударамыз екінші жағына. Өте нәзік жайлап алып аударамыз екінші жағын. Екінші жағын 20 секундтай пісіреміз. Барлық массаны осылай пісіріп аламыз. Менде бір 5 сондай шықты. 5 коржик шықты. Енді барлығын жаңағы жасаған креммен барлығын жинаймыз.